Сәлеметсіздер ме, Серке сайтының көрермендері? Өткен аптада Алматы телеканалының 60-тан астам журналисті түп көтеріп жұмыстан кетіп қалды. Осыған байланысты Алматы каналының құрылтайшысы, Алматы әкімшілігінің баспасөз хатшысы Сергей Куянов осындай жағдайдың болуына Алматы каналының бас директорының орынбасарларын айыптаған болатын. Журналистердің жұмыстан кетіп қалуына осы екі орынбасар кінәлі деген болатын. Осыған байланысты біз бүгін студиямызға Алматы каналының директорының орынбасары Серік Сарбаевты шақырып отырмыз. Серік, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Алматы каналындағы болып жатқан жағдайды қалай түсіндіруге болады? Осы Куяновтың айтқандары шынымен де сондай болды ма? Шын айтқанда орыс қазір Қайрат екеуміз қайран қалып отырмыз да. Мысалға Қайрат Балтабай ғой екінші орынбасар, және менімен бірге жұмыстан кеткен. Негізгі мәселе, мен турасын айтайын, арандатудың өзі сол Куяновтың өзінен шығып отыр. Әйтпесе біз жұмыстан кетеміз деп 17 қыркүйек күні арызымызды жазып, бас директор Грюнбергтің алдына қойып қойған болатынбыз. Алдына қойып қойған болатынбыз. Оған Куяновтың астам сөздері себепкер болған. Ана Қайрат бізде жаңа дүйсенбі сайын әкімдікте жиналыс өтеді. Сол жиналыста Куяновпен жаңа осы аптаның жоспарларын нақтылап алайық деген сияқты жиналыста лездеме ғой, былай айтқан кезде. Сол лездемеде Қайратқа Куянов байғұс Грюнберг жалғыз өзі жұмыс істеп жүр. Сендер Серік екеуің түк істеп жатқан жоқсыңдар, қарап отырсыңдар деп, содан кейін жаңағы бұл айтқанда Грюнбергтің арқасында күн көріп отырсыңдар дегенге әкеп тіреген ғой. Соң Қайрат келіп маған айтады, Серке осылай жеке басқа тіл тиіп жатыр дейді. Қайрат арызын жазып береді, Қайраттың артынан мен арызын жазып беремін. Сол екі аралықта Куянов арнаға жаңа бас редактор алып келеді. Өзі мысалға ешкіммен келіспей, мысалы арна басшылығымен келіспей, Грюнбергке тапсырма береді. Грюнберг ол бас редакторды сайлай салады. Енді бұл біріншіден біздің қызметтік шекарамыздан сол арнаға бізді жұмысқа шақырып отырған соң ортада бір ереже болу керек. Ол арнаға кім қалай сайланып жатқан, қандай жұмыс істеп жатқанын біз білуіміз керекпіз. Мысалға осы жаңа редактордың сауатсыздығынан барып 27 қыркүйек күні орыс редакциясы көрсете түседі, көтеріледі, бұл айтқан кезде. Көтерілгенде жаңа қолдарына қарауыл ұстап жүрген жоқ, бәрі жаңа бас директордың кабинетіне жүгіреді. Қолдарында қағаздар бар. Жаңағы бізді Куяновпенен жаңағы мына бас редактордың сорақылығынан құтқарыңыз деп. Бас директорге журналистер өзінің жаңа әріптесі ретінде, өзінің жетекшісі ретінде кәдімгі сол талапты қояды. Сол талапты қояды, бірақ бұны жаңағы бас директор шешетін дәрежеде болмады. Жаңа мәселені шеше алмады. Редакцияның ондай жағдайға жетуіне негізінен мысалға әу басында біздің журналистерді әкімдіктің алдында өзім арнаның машинесін түсіріп тастап, басқа арнаның журналистерін отырғызып жіберіп, былай айтқанда біздің арнаның журналистерін қол бола ұқсап далада тастап кету бір. Екінші мәселе, жаңағы Петр Своевтың сөзіне байланысты материал жасалған кезде кедендік одаққа байланысты, соның ішінде жаңағы бұл кедендік одақ тіл мен тілге қалай әсер ететінге байланысты материал жасалған кезде бұл Куяновқа ұнамайды. Ол журналистерді, жаңағы Елизат Акчуринді өзінің әкімдікке кабинетіне шақыртып түсініктеме жаздырды. Журналистерге айтамыз, сендер ешбіреудің алдына барып түсініктеме жазуға міндетті емессіңдер. Олармен сендер ешқандай заңи құқық байланыстырып тұрған жоқ. Алматы арнасы егер жарғын оқыған болса, Куянов, ол тікелей бас директормен және соның орынбасарларымен жұмысы, оған түсініктеме керек болса, бізге жаз деп айту керек еді. Неге сендерде мынандай материал кетті эфирден деп. Сонда жалпы Куянов бүкіл каналдың ішкісіне араласып билеп төстеп алған ғой. Енді солай алғанда, мысалға, енді жаңа айтып тұрмын ғой, енді сенің өзің мысалы кеудеңде намысың адам болса, сен журналистсің, бір жерге жаңағы түсірілімге барып тұрған кезде, сен машинаңнан шығарып тастап, орныңа басқа біреулерді отырғызып, сен көшеде қалдырып кетсе. Мысалға, бұл енді асқынғанның ең бір жақсы көріністерінің бірі ғой, солай емес пе? Алматы телеарнасының журналистеріне ойына келген істейді, былай айтқан кезде. Жаңағындай сол былай айтқанда әкімшілік тұрғыдан. Біз түсінеміз, мысалға біз осы арнада 4 жылдай жұмыс істедік.
осы арнада екі ортада мысалға құрылтайшы әкімдік екен, жаңағы екі ортада бір қызметтік байланыстар барын біз жақсы түсінеміз. Мысалға біз ішкі саясат басқармасымен де жұмыс істеп отырмыз. Иә, олармен ортамызда бұндай кикілжің болған емес. Дәл мысалға жаңа Куянтпен ғана тек қана мысалға біздің қызметкерлер немесе жаңа ішкі саясат басқармасына біреудің үстіне шағым айтып көрген емес. Міне біз аналарда осындай түсірілімге барып едік, мыналар бізді қорлады деп айтып көрген емес. Ал дәл Куянтпен жолдар түйісіп қалған кезде міндетті түрде көздерінен жас сорғалап келеді, қорланып келеді. Сондықтан да осы мәселелердің бәрі Грюнбергтің алдына шығып, мынаны шектеңіз деген кезде, айтылған кезде талап қойылды. Куянт кесім мынаның шекарасын анықтап алайық журналистермен деп. Және де біз алдында өзіміз арыз жазғанда жаңа Евгений Грюнбергке айтқанбыз, сен ешкімге тісіңнен шығармай тұра тұр. Біз мысалға осы бірінен бастап арызым жазып бердік, мына ұжымға біз демалысқа кетіп бара жатырмыз деп айтайық. Қазанның 10-ында келеміз, сол кезде ұжымға айтамыз. Сол кезде адамдар кететіндер кетеді, қалатындар қалады. Өз таңдауы бойынша. Кішкене жаңағы адамдарда бір қалыптасып қалатын еді жұмыс, өздерімен өздері. Сонда бұндай дүрбелең болмас еді. Бірақ ең бастысы жаңағы айғай-шу болып алдына қағаз түсіп жатқан кезде Анар Құмарбекова Грюнбергке кіріп шығады да, білесіңдер ме, Қайрат кетіп бара жатыр. Қайраттың кету себебі ол Венгрияда қызы бар екен. Венгрияның үкіметі оған үй ұсынып жатыр екен, жұмыс істеп, жаңа сол жаққа жұмыс істеуге кетіп бара жатыр екен деген өсек шығады да арнада. Содан кейін қыздар тұрып, қой, Қайрат аға кетіп жатыр ма екен деп сұрайды орыс редакциясы. Сөйтсе жаңа Анар Құмарбекова тұрады да, сендер білмейсіңдер ме не? Серік Әбікенұлы да кетіп жатыр дейді. Сонда өздері жаңағы зығырданы қайнап отқан журналистер біздің кетіп бара жатқанымыздың себебін бізге жүгіріп келіп сұрайды. Не біз айтамыз, енді ренжімеңіздер, біз бұл арнада жұмыс істей алмаймыз. Енді біз өзіміз ары қарата өзіміз бір жұмыс істеріміз басқа бірдеңе табылар деп сөйтіп айтамыз, түсіндіреміз. Ал журналистердің негізгі талабы мысалы келсін, сөйлесейік, тілдесейік. Егер қазір Куянов келіп бізге болды, бұндай екінші қыспақ болмайды, мен де кішкене асып кеттім, ренжімеңдер деп айтатын болса, онда біз жұмысымызды қалпында істей береміз деп айтады. Ол талап Грюнбергке жетеді. Грюнберг акиматқа барып келеді да, мені шақырып алып, ештеңке болмады, Куянов ешкіммен сөйлеспеймін, кететіндер кете берсін деп айтады. Сіздер бұрын жасаған мәлімдемеде осы әкімнің баспасөз хатшысы Сергей Куянов жалпы мына редакцияның шығармашылық ісіне бәріне араласып, мысалға кейбір сюжеттерді қала әкімшілігіне қатысты, әлеуметтік сюжеттердің бәрін эфирден алдырып тастайды деген сондай жағдайлар болды ма жалпы? Ол күнделікті болып жатқан жағдай ол. Соңғы кезде асқынып кетті. Бұрындары мысалы кеңесетіміз. Мына материалды эфирге берсек қалай болады, мынаны бермесек қалай болады деген сияқты. Қазіргі кезде мысалға Куянов тікелей редакцияға кез келген журналистке звондайды, немесе жаңа бас редакторға звондайды да, қандай материал кетіп бара жатыр? Мынандай тізімін айтып береді жаңа верстканы. Мынаны алып таста. Ол мысалға жаңа орыс редакциясына берілген тапсырма, әкімдіктен келіп тұрған бас редактор қазақ редакциясы мына материалды алып тастаңдар деп қазақ редакциясынан алып кетеді. Журналистердің бір күнде жаңағы табанынан тозып жүріп істеген материалы бір ауыз сөзбен эфирден ұшып кетеді. Сондықтан да ол кез келген ұсақ, мысалға біз түсінеміз, жаңағы бір сен оппозиция туралы бір материал кетіп баратса, тағы бір сондай, мысалға жаңағы қажет қылмен мемлекеттік саясаттың бір пұшпағы ғой жаңа әкімдік деген, біз сондай материалдар жіберіп жатсақ, соған дүрбелең туып жатса, мыналар не деген сияқты. Ал енді көшеде құбыр жарылыпты, біреу бір жерге шлагбаум қойып қойып ақша жинап жатыр екен деген сияқты материалдар үшін журналистерді шақырып алып, оның жаңағы бір қалай айтса болады, бір қоғамға қарсы материал ретінде бағалаудың өзі мысалы таяздық деп ойлаймын мен өз басым. Сонда әкімшілікке ешқандай шаң жуытқыш жоқ қой Куяновтың. Енді оның ойынша мысалы қазір жалпы Қазақстандағы саясат қой, бізде бәрі керемет деген сияқты. Алматыда аш жоқ, жалаңаш жоқ, Алматыда қайыр тілеп жүрген адам жоқ, Алматының құбыры жарылмайды, Алматыда үйлердің терезесі сынбайды деген сияқты нәрсе ғой. Мысалға енді бұндай нәрсе мен ойлаймын кішкене ақылға сыйымсыз да.
қалай енді өмір болғасын бәрі болу керек қой, сен сол өмірді көрсету керексің ғой. А соңғы кезде мысалы осы қыркүйек айынан бастап біз сол өмірдің бәрінен тысқары қалып бара жатырмыз. Сергей Куяновтың Алматы каналының ішкісіне араласып жаңағы иектеп алуына жалпы телеарнаның бас директоры Евгений Грюнбергтің көзқарасы қандай осы мәселеге байланысты? Енді ол келісіп отыр ма осы жағдаймен? Былай ғой, мысалы мен Грюнбергті соның 31-ші арнадан танимын. Біз қазақ бөлімінде жүргенде олар орыс бөлімінде жаңағы состояние KZ деген хабар жасаған. Одан кейін міне 4 жыл болды етене жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазіргі Женяны біз танымай отырмыз шынын айтқан кезде. Жаңағы мәлімдемесі басында біз Қайрат екеуміз кетейін деген, басында біз ашуландық, неге елге айттың деп, неге елді дүрліктіріп жібердің деп. Артынан кейін ойладық, мүмкін Қайрат пен Серік кетіп бара жатыр деп айтсақ, қазір бүкіл екі редакция қолдайды. Сонда шу шығатын болса, кім Куянов мені қылқындырған уысын аздап босата ма деген бір сондай түп коймен істеді ме сол мәлімден сөйтіп жариялап жіберуді деп. Басында бір ашуландық, артынан кейін Грюнберг сайттарға сұхбат беріпті, Серік Сарыбаев кетіп бара жатыр, соның артынан редакциясы кетіп бара жатыр. Мен қазақ бөліміне жауапты болсам, қазақ бөлімі кетіп бара жатыр деп. Мысалға, бір сәттің ішінде әңгіме жаңағы басбұзар қазақтар деген тақырыпқа қарата ауып кетті да, бүкіл жаңағы орыс редакциясының проблемасы, орыс редакциясының жаңағы жауапты орынбасар Қайраттың кетіп бара жатқаны бәрі тасада қалды да. Соның арты енді мысалға сол Грюнбергтің сол сөздері, мысалы Куянов кеше мәлімдеме жасапты, бұның бәрі жаңағы екі орынбасардың арандатуы деп. Мен мысалға Евгений Грюнберг өзінің жаңағы қадамменен Куяновты жаңағы біздің жеке басымызға тіл тиетіндей жағдайға жеткізіп отыр да, мысалға арандату деген сияқты. Оның үстіне 20 адам жұмыстан кетті деп, мысалға маған директордың берген есебі бар деген сияқты мәліметтерменен Грюнберг қазір ол бір арнаның ұжымының жаңағы басшысы емес, басшылық дәрежеде емес, бір адамның қол астында қолшоқпар дәрежесінде ғана дәл қазір осы жағдайда өзін солай ғана көрсетіп отыр да бітті. Мысалы жаңағы бүкіл арналарды келіп сұхбат алып, журналистер есіктің алдына шығып отқан, мысалы Куянов келмей қойсын, өзі барлық редакцияны жинап, айналайындар былай дүрлікпеңдер осылай деп тілдессе болады ғой. Бір адамға тек қана жаңа өзіне кетіп бара жатқан кезде кірген журналистерге ғана айтты, қалмадыңдар ма деп. Серік, жалпы енді жұмыстан шығып қалу деген ол жалпы оңай нәрсе емес. Әрбір журналистің артында жаңағы бала шағасы бар деген сияқты осындай мәселелер жаңағы бар. Сіздер осы жұмыстан кетіп бара жатқанда жалпы жаңа журналистер түп көтеріліп жаңа бәріміз жұмыстан кетеміз дегенде оларға жаңағыдай ақыл айттыңыздар ма? Жұмысқа қалыңыздар. Мен өзім сондай түсіндім. Мысалы әңгіме айтқанда мен өзім астына бағдарламалар бөліміне түсіп журналистермен өзім тілдестім, айттым, айналайындар сендер өстіп. Мысалы қазір ашуменен бәрің булығып орындарынан тұрып кетіп, ертең күні бала шағаларың бар, қазақтың көбісін шекесі қызып жүрген жоқ қой, пәтер жалдап тұрады, қаржы жағынан қысылып қаласыңдар, қиналып қаласыңдар деп өзім жиналыс өткіздім. Досан Қызайбекұлы деген жігіт бар, сол бөлімнің, ол 2 мәрте жиналыс өткізді сөйтіп. Сендер абайлаңдар. Қазір мысалға қыз балықпен жарайды, біз жаңағы үлкен буын кетсек, әйтеуір бірдеңке ыстық суыққа күйіп үйренгенбіз. Бір амалы болар. Сендер ойландар деп жастарға біз ақылымызды айттық. Сол ақылды Грюнбергтің аузынан естімегеніне күйініп отыр ғой, мысалға ешкімге керегі жоқ, далада қалған адам сияқты болып отқанына. Мысалы жастардың көбісінің өздерінің мамандығына деген адалдықтарын бір көрсетіп қалғанын, өздерінің мысалға қанша айтқанмен де сөз бостандығында аз да болса осы тұншығып жатқан сөз бостандығын үлес қосып жүрген, соның ортасында тіс ортасынан сөйлеп жүрген журналистер ретінде олар өздерінің позициясын көрсетіп қалғанда қазір өздеріне мақтан тұтып отыр да. Мейлі ол жаңағы тоқ жарау жүреміз, қазақ елі кең, әйтеуір екі қолымызға бір күрек табылар, бірақ біз енді ол есікті қайттан ашпаймыз деп. Ал бірақ мысалға жаңағы аяғы ауыр келіншектер, жаңағы зейнет жасындағы азаматтар, солардың мысалға 5-6 адам қалды арнада. 5-6 адам қалды. Мысалға басында сіз айттыңыз 60 адам деп, мысалға қазір 60 адам емес, нақты санын айта кетейін.
дәл қазір осы сіздің сұхбатқа келердің алдында біз жаңағы кім не болып отыр деп бәрімен кездесіп келе жатырмыз. 39 адамның дәл қазір кезеңде арыз жазғаны белгілі. Солардың 6-ауы, жоқ, 41 адам жазды, солардың 6-ауы арыздарын қайтарып алды. Жаңағы аяғы ауыр келіншектер, мысалға, олардың бәрін айтты, айналайындар, қалыңдар, сендер қайда барасыңдар? Мысалға, біз бір ай аш жүреміз ба, 3 ай жаңағы жұмыссыз жүреміз ба деген сияқты. Бізде де бала-шаға бар ғой, мысалға. Сондықтан да осы мәселеге келген кезде сөйтіп айтып ақылымызды айтып, мысалы, сөйтіп қалдырып отырмыз. Ал бірақ жаңағы 20 адам қайтып алды, 30 адам қайтып алды деген сияқты нәрселердің бәрі, оның бәрі енді жаңағы бізді арандатушы атап отқан адамдардың өздерінің аузынан шығып жатқан жаңсақ деймін бе, әлде нағыз арандату сол деп ойлаймын ба, жаңағы біз кішкене қайтып келгендердің санын көбейтсек бәрі қайтып келеді деген сияқты. Жаңағы орыс редакциясынан кеткен Илзат Акчурин да мысалға өз арызын қайтып алған жоқ, Қайрат та, мен де арызымды қайтып алған жоқпын, жастардың көбісі қайтып алған жоқ арыздарын. Сергей, осы жағдай енді бұл оңай жағдай емес, жалпы осындай жағдайдың болуына кім кінәлі деп ойлайсың? Ореке жүйе кінәлі ғой. Мысалға, дәл осындай жағдайға жеткізіп қойған, мысалға, енді түсінеміз, жаңағы әр қалам ұстап жүрген журналист өз мемлекетіне қиянат жасамау керек екенін жақсы біледі. Солай емес пе? Бірақ соны бастан төпеп отырып, тағы да бұқтыра түссек, тағы да бұлар белі бүкшие түссе, тағы да жағдайлары жаңа мүсәпірлене түссе деген сияқты ұстаным бұл түбі жақсылыққа апармайды. Сондықтан да нақты қазіргі дәл осы жағдай, дәл кешегі журналистердің жағдайы. 40 адамның есіктің алдына шығып тұрып, бір баспасөз хатшысына самау. Осының өзі біздегі жүйенің қай дәрежеге жеткенін көрсетеді, біздегі қоғамның қай дәрежеге жеткенін көрсетеді. Құны жоқ, сұрауы жоқ қоғам болып бара жатыр да. Сол әңгіме сода. Серік, жалпы Алматы каналы сіздер барғалы бері негізі қазақша программалар көбейді. Қазіргі статистика бойынша каналдың 70% астамы қазақ тілді бағдарламалар. Енді бұдан кейінгі бұл телеарнадағы осы бағдарламалардың жағдайы қалай болады? Жалпы телеарнаның болашағы қалай болады? Сіз осы туралы айта аласыз ба? Мен бұл туралы енді ештеңе айта алмаймын. Енді ол қазір кеше журналистер айтады, келіп, мысалы, жаңа кездестім деп қойған, сол жаңа каналда қоянып келіп жиналыс өткізіп, біз бұл арнаны гүлдендіреміз, бұл арна дамиды дейді. Біз енді мысалға ешкіммен басараздығымыз жоқ, ешкіммен жаңағы, бірақ өзіміздің принципиалдық тұрғыдан, өзіміздің ұстанымымыздан көзқарастар айырмашылығы бар. Сондықтан да олар енді қалай істейді, не жоспар жасап отыр? Ода біздің ешқандай қатысымыз жоқ қазір. Оны біліп те отырған жоқпыз, ол туралы қызығып те отырған жоқпыз біз. Бірақ біз бір нәрсеге өкінбейміз. Біз сол арнада жүргенде, мысалға, біз өзіміздің халқымызға керекті хабарларды шама-шарқымызша, техникасы жұтаң арнада отырып, өзіміздің ұлтымызға керек мәселелерді, дін, діл, тіл мәселесін барлық деңгейде көтердік. Қоғамда кейбір өткір мәселелерді көтердік. Мысалға, қазірде қоғамның бір жан-жарасын айтсаң, журналист оппозиционерге жатқыза салатын дерт бар. Ал егер сен ол жан-жараны айта алмасаң, сен кімсің онда? Сен онда бұл мамандықты неге таңдадың? Жаңағы аяғыңа құйылған асқа бола басыңды төмен бұғып алып жүре беретін болсаң, онда бұндай мамандықтың керегіне, бұл мамандықтан сен табар абыройың қане. Мысалы, осы жағын кішкене қазіргі кезде біз естен шығарып алмау керекпіз деген сияқты басты мақсат осы болып тұрды. Ал енді жаңағы бұрын сіздің кезіңізде жасалған бағдарламалардың болашағы не болады? Жабыла ма, әлде? Енді оны мысалға былай ғой, мен өз жеке басым бірде бір авторлық хабарымда өзіме тіркеген адам емеспін. Ол мысалы ертең шығара алып жатса шығаратын шығар, бірақ та сол тіл сақшысын жасаған Назым Станбекова да, сол тіл сақшының алдында жүрген Самал Айдаболова да, пікірлер пирамидасын жүргізген Досан Атантелов та, сондай тағдырмен тұлғаны жүргізген, әзірлеген Назым менен Мақсат та, барлығы жаңа жолға қойылған, бұл айтқан кезде жолға қойылған нәрсенің бәрін құлағын ұстап отқан азаматтардың бәрі жұмыстан кетіп қалды. Енді ол хабарларды бұлар қайттан ашамыз десе де сол дәрежеде шығара ала ма, шығара алмай ма? Мүмкін одан керемет қылып шығарар. Бірақ мен өз басым, мысалға жаңағы басқасын айтпағанда тағдырменен тұлғаның тіл сақшысының қайттан ол арнадан ашылған қалам есем, өйткені ол дәл қазіргі бақылауменен ол өзінің абыройын жоғалтады. Сол қай абыройлы деңгейде
қалды. Сол дәрежеде қала бергенде елдің есінде солай қалған қалар. Серік, бұған байланысты қала әкімшілігі, қала әкімі Ахметжан Есімовтің жалпы позициясы қандай? Бұл Алматы каналында болып жатқан жағдайға қатысты ол әлі өзінің пікірін білдірді ме, білдірген жоқ? Жоқ, ешкім пікір білдірген жоқ. Бірде-бір атқамінер бұл мәселеге байланысты бір ауыз сөз айтып ләм деген жоқ. Барлығы Куяновтың уысына ойланып тұр болды. Куянов, Алматы каналының тағдырын Куяновтың жалғыз өзі шешіп жатыр ғой сонда. Солай болып тұр ғой енді. Мүмкін енді ақылдасып жатқан шығар, бірақ жалпы былай жастарға немесе қоғамға бір пікір айтқан адамды көрмедік. Жақсы Серік, рахмет әңгімеңізге. Өзіңе де рахмет, Ореке, шақырғаныңа. Жақсы, сау рахмет. болыңыздар.